Сәлем достар, сіздерде телефондарыңызда дәл осындай экран болуын қалайсыздар ма? Дәл осындай экран болуы үшін сіздер каналға лайк, подписка бассаңыздар, мен бұны қалай қолдану керек екенін айтып өтейін. Ол үшін біз настройка бөліміне өтеміз. Настройка бөлімінен расширение настройка осы бөлімге кіреміз. Және дәл осы жерден управление одной рукой осы бөлімге өтеміз. Және достар, бұл Xiaomi телефондарында ғана жұмыс жасайды. Samsung телефондарын мен қолданбаған, білмеймін сол үшін. Управление одной рукой сіздерде мына осы птичка өшіріле тұрады. Осыны қосасыздар. Бұны қосқаннан кейін мына жерде экранның үлкендігі бар. Қалай басасыздар, оны өздеріңіз білесіздер. Қайсы біріне қоюда. Енді бұны қалай қолданамыз? Бұны қолданудың жолы домой кнопкасымен назадқа немесе меню кнопкасына қарап қолдарыңыз экраннан үзбей жылжытсаңыздар, бұл өзі автоматты түрде қосылады. Яғни қараңыздар, қазір экранның бетінде қызыл мына нүкте шығып тұр. Дәл осыны мен қазір жылжытып көрсетейін. Мінекей. Қарасаңыздар, экранның беті жылжыды. Қайтадан қалпына келтіру үшін дәл жаңағындай қайтарсаңыздар, немесе мұны бос тұрған жерлерге кнопка телефонның экранын бассаңыздар жеткілікті. Дағы өзінің орнына қайтады. Каналға лайк, подписка басуды ұмытпайық достар.